бір сұрақ, жалпы мынау әйел адам мен ер адамның неке құрғаннан кейінгі мақсат айтады ғой, жаңағы тәлім тәрбие жасау арқылы балалар тәрбиелеп өсіріп, артынан дұға қылатын ұрпақ қалдыру, елге жерге қызмет қылатын деп. Енді өкінішке орай, мына статистикалық мәліметтен біз қарап отырамыз. Сол кезде ажырасу, талақ мәселесі жалпы әйел адам, ер адамның. Яғни Құдай тағала рұқсат берген, бірақ ең жек көретін нәрсе дейді ғой, ажырасуды. Жалпы бұл жерде ажырасу дегенде тек қана діндар отбасының арасында емес, дінді толық ұстанбайтын адамның араларында мысалы ажырасу деген мәселе қазір ортаға көп шығып отыр. Одан келіп туындайтын залалдар өте көп. Баланың психологиясына, ата-ананың өздерінің психологиясына жалпы құпталатын нәрсе емес. Осы туралы өзіңіз әйел адамның, әсіресе әйел адамға тақырыпқа сәйкес, осы тұрғыда неге мән беру керек? Ажырасу, отбасын сақтап қалу деген мәселеге. Енді жалпы негізі адам санасында неке деген қасиетті ұғым. Сол себепті ол некені ерлі зайыпты әу баста бір-біріне уәде бергеннен кейін, ол енді дүниеден кеткенше де сақтап қалған абзалырақ. Пайғамбарымыздың өмірін қарасақ, 11 әйелі болды. Бірінші және Хадиша анамыздың тұсында әйел алған жоқ. Кейіннен Хадиша анамыз дүниеден өткеннен кейін барып, әйелдердің қатар басым көпшілігі жесір әйелдер болды. Оны тарихтан білеміз. Бірақ сол 11 әйелінде кеткенше ешқайсына талақ берген жоқ, ажырасқан жоқ. Енді бұл нені меңзейді? Яғни пайғамбарымыз өзінің ғибратты өмірімен ер адамдарға әйел адамды қалай құрметтеуді үйретіп кетті. Енді біздің қазір қоғамда әрине бір өкінішті жағдай бұл. Қазір өзіміздің алдымызға да көптеген әйелдер келіп жылап келді. Күйеуім талақ беріп кетті, күйеуім тастап кетті. Мен кейде ойлаймын, осының барлығы біздің әлі дінді дұрыс түсіне алмай жатқан салдары деп ойлаймын. Себебі ер адам өзінің жауапкершілігін білмегеннен кейін, әйел адам өзінің жауапкершілігін толық орындамағаннан кейін бәлки осындай өкінішті жағдайларға біз ұрынып жатырмыз да. Бірақ енді ерлі зайыптар бөлініп кеткенмен де ар жағы қазір көріп отырмыз, балаларға қиындық түсіп жатыр. Енді біз әйел адамдарды тәрбиелегенде көбінесе айтамыз, ер адамды құрметтеңдер. Отбасының мына әйел адамды Алла тағала не үшін жаратқан? Ер адамға тыныштық беру үшін жаратқан. Негізгі әйелдің рөлі сол екен. Үйіне отағасы түзден жұмыс істеп келген кезде, шаршап шалдығып келген кезде, әйел үйде сол ер адамның өзінің жарының шаршағанын басатын және де жанындағы бір аяулы жары болу керек. Сол қасиетті әйел адамдар ұғынса, егерде осыны орындайтын болса, мен ойлаймын, осы ажырасу деген мәселесі кішкене азаяр еді. Және де ер адамдар, әйел адамның жалпы психологиясын жақсы түсінсе екен дейміз. Әйел адам психологиясы қалай? Әйел адам ауыр жұмыс атқармайды. Өйткені семьяны асырау, отбасын асырау ер адамға жүктелген міндет ол. Сол үшін ер адам түзге ауыр жұмыстар атқару үшін, бала шағаны асырау үшін кеткен кезде әйел үйде отырады. Не істейді? Бала шағаны өсіреді, және де ол әйелдің күйеуінен басқа проблема болмайды екен. Отырады да сол күйеудің бабын қалай табу деген сияқты. Кейде болады еркелікпен ауыр бір тіл тигізіп жіберу мүмкін ер азаматына. Сол кезде ер адамдар көтеріп кетсе оның еркелігін. Себебі әйел адам нәзік болғаннан кейін ер адамнан жылулықты іздейді. Ол басқа біреуден емес, өзінің жарынан іздейді. Сол кезде сол еркелікті көтеретін ер азаматтар болады, көтермейтін ер азаматтар болады. Ал енді мен ойлаймын, егер де екі ерлі зайыптылар бір-бірінің осы тілдерін табу жолдарын қарастырса, ертең сол отбасы бақытты болады деп ойлаймын да. Демек, ер мен әйел бұл мәселеде бір-бірінің түсіністікпен қарау керек дейсіз. Рахмет сізге, Талшын Жарқынқызы. Осымен бізге уақыт өзінің мәресіне жетіп қалды. Құрметті ағайындар, әрбір шаңырақ шайқалмасын, отан отбасынан басталады.